Алла бәрін естуші, білуші, тілектерді қабыл етуші. Бастысы, жүректе үміттің сәулесін сөндіріп алмау. Алаң боп жаным жүрегім, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп, армандарыма үмітте баяғы, таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде, таптым-ау сені. Олжаймен қалай таныстым? Ол демалыс күні болатын. Демалыс күні 5 намазына Әл-Фараби мешітінде намаз оқып, намаздан кейін дұғамды жасап, Алла осы бір жүрегінде иманы бар, ақылы көркіне сай, салиқалы жар бере көрші деп әуминімді айтып, мешіттен шығып келе жатқам жамағатпен. Сол кезде қыздар намаз оқитын жақтан бір сүп-сүйкімді қыз шығып келе жатты. Сол кезде сол Ұлжанды көріп қалдым да, танысайын деп, бірақ кісілер көп шығып жатқан соң ұялып, таныспай машинама қарай кетіп қалдым. Одан өзімді өзім ішімнен ойланып келеді, неге таныспадым, неге бұлай болды деп. Содан машинамен шығып келе жатсам, Ұлжанның да машинасы қарама-қарсы жақтан шығып, бір жолдан шығатын жол бір жол болған соң, тағы да танысатын возможность болды, бірақ мен сыпайылық танытып қайтадан Ұлжанды өткізіп жібердім. Одан тағы да іштей өкіндім. Неліктен екінші возможность болды, бірақ мен неге Ұлжанмен таныса алмадым деп. Одан Ұлжанды жіберген соң артынан тағы да басқа машиналерді жіберу керек болды. Машинасының номерінде көріп үлгерген жоқпын. Содан оңға бұрылып светофор жаққа қарай барсам, Құдайдың құдіреті, сол светофор қызыл светі жанып, сол жерде Ұлжанның машинасы тұр, қасына барып, мен тоқтадым. Енді үшінші возможностьті жібермейін деп, сол жерде таныспақшы болып әрекет жасап едім. Мен таныспай, ол жүріп кетті. Одан намыстанып, ешқашан отказ алып көрмеген соң намыстанып, артынан қалмай, торговый домға паркингке дейін бірге кіріп, ол паркингте машинасы қойып эскалатормен көтерілген кезде артынан қуып жетіп, қоймайда танысып, телефон номерін алып алдым. Сол күні кешкісін біз кездесіп, тамақтанып алған соң киноға барып, содан бастап күнде бір-бірімізді көре алмасақ, жүре алмайтын жағдайға жеттік. Таптым-ау сені, жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым-ау сені, жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым-ау сені. Жылуын сезбей күнніңде бозарып тоңып жүрдім мен. Сағыну деген күйді де мүлдем ұмытқанымда, жеңіліп санамнан, жай таба алмай ғаламнан. Бәрінен күдер үзіп жүргенде, таптым-ау сені. Бұрындары мен әкесі мен қызының диалогын жазған болатынмын. Онда әкеме қынжылып айтамын: әке, мен сізге жақсы күйеу бала таппай жүрмін деп. Сонда әкем: қызым, оны іздеме, ол сені өзі келіп табады дейді. Қалай табады іздемесем деп мен таңданам. Сонда әкем айтқаны: қызым, сендер менің бақшамда өскен жеміссіңдер. Мен сендерді дауыл болса қорған болып, жауын жауса табиғаттың нұрына шомылдырып өсірдім. Ал енді жемістің тәттісінен дәметкен жан жайқалған бақшаны өз іздеп келмей ме дейді. Ал ол мүмкін жолда адасып кетпеді ме деймін. Қызым,
жүрегінде иманы, кеудесінде оты, санасында ақылы мен білімі бар адам жол табуда ешқашан адаспайды. Ал мен ол адамды қалай танимын сонда деймін. Сонда әкем маған, жүрегің жұмақтың бағына айналғандай, сезімнің бұлақ боп тасыған дауысын естисің дейді. Міне, Азатты кездестіргенде мен осы дауысты естідім. Бөлексің, жаным бөлексің, күлімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің. Тек маған көрінетін жұлдыз көктегі, сүйемін деген сөзің жанға оттегі. Әлемнің ең сұлу арулары өзіңе жетпеді. Үйретті бағалауды өмір мектебі, бітпесін махаббаттың мәңгі көктемі. Алғашқы кездесу менің әлі есімнен кетпеді. Бөлексің, жаным бөлексің, күлімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің. Бөлексің, жаным бөлексің, күлімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің. Ең бірінші көрген кезімде әрине мөлдіреген көз ұнады. Ең біріншіден Азаттың жүрегінде иманы бар болғаны маған ұнады. Көркем мінезі ұнады, нәзік жүрегі ұнады. Оның өз-өзіне деген сенімділігі, өз бетімен шешім қабылдай алатыны және қайтпас қайсар мінезі ұнады. Қылықты қыз. Енді мен ойлаған қасиеттердің бәрі сол жанда бар деп ойлаймын. Оның маған деген кіршіксіз көңілі ұнады.